Ғалымдардың зерттеуі бойынша бір көрген киносын, мультигін, сериалын қайталап көре беретін адамдар нағыз ақылды гений адамдар екен. Мен бұрыннан жақсы көрген кино, сериалдарымды қайталап көре беретін едім и ойлайтын едім, мен ғана ма осындай ақымақ деп. Ал негізінде тек гений адамдар ғана солай жасайды екен. Зерттеудің нәтижесі бойынша олар әшейін зерігіп, еріккеннен жасамайды екен. Бір көрген фильмді қайталап көру арқылы стрессімізді азайтып, эмоциямызды толықтай басқара алады екенбіз. Өйткені киноның емес ол сериалдың немен аяқталатынын біліп тұрамыз. Ал алдында не боларын біліп тұратын адам уайымдамай, психикасы тыныш болады екен. Ғалымдар бұны жаураған миға жамылғыш көрпе деп айтыпты. Егер сіз бір көрген кино, мультик, сериалды қайталап көргіңіз келе бергіңіз келіп тұрса, онда басқаларға қарағанда психикалық тұрғыда әлде қайда дамып кеткенсіз деген сөз. В общем, олар миы жетпейтінді сіз түсініп қоясыз. Кім қайталап көре береді? Арамызда қанша гений бар екен? Комментте сіздерді күтемін. Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?